Сәлем баршаларыңызға. Қазір осы бір шақыру беретінің жасалу жолын көрсетейін деп тұрмын. Ол үшін сіздерге Pinterest керек. Pinterestке кіріп осындай бір конверттің үстінде конверт тұрады ғой. Мысалға мынандай жазу үшін осындай дайын шаблонды көшіріп алуларыңыз керек. Басқа ешқандай приложение керек емес. Негізінде шаблондар Pinterest'тің өзінде жеткілікті. Жоғары жағында үш точканы басып скачать изображение деп көшіріп аласыздар. Потом астыға бассаңыздар, уже соған ұқсас картинкаларды бірінен соң бірін шығара береді. Мінекей мынандай дайыны да бар екен. Сол ұнаған картинканың үстін басып көшіріп алып, мысалы мынау әдемі екен, скачать изображение деп көшіріп аламыз. Қарасаңыздар, міне астында уже соған ұқсастар автоматты түрде шыға береді. Көзіңізге қандай шығады, соны көшіріп ала беріңіз. Себебі егер де енді осы қосымша табыс ретінде қараймын десеңіздер, алдағы уақытта керек болады. Негізінде бір рет көрінгеннен кейін бұны таппай қалуыңыз да мүмкін. Мына жақта міне FreePic деген сайт салған. Качествосын құртып алмас үшін картинканың үстін бассаңыздар, осындай сайт ашылады. И сол кезде осы картинканың астындағы download деген кнопканы басып галереяға сақтап аласыз. Енді бізге мынау ақ фоны әдемірек көрінішін, яғни скучно болмас үшін бізге мен мрамор сияқты бір картинканы істедім. Оны тоже Pinterest'тен іздейміз. Мрамор фон дейсіздер ма, қарап көресіздер ғой. Мінекей сосын кейін біреуін басқаннан кейін астында бірнеше вариант шығады. Содан тоже ұнағанын сіздер алып жоғарыдағы точкамен скачать изображение деп көшіріп аласыздар. Өте көп вариант, яғни ол сіздің жаңағы таңдап алған астыңғы фон бар ғой, конвертиктің түсіне, жалпы жан жағындағы гүлдер бола ма, соған ұқсас болу керек. Кішкене болсын, енді оттенк берсе де, бір үйлесімді болу керек қой, сол жағында қарайсыздар. Мынандай ортасында текст жазатындай, екі жағында мынандай әдемі нелер бар. Не дейді мынандай? Смолай сияқтылар. Вот солардың барлығын біз көшіріп аламыз. Қайсысы келеді, более-менее соған сіздер уже жасай бересіздер. Енді бұл картинкалардың барлығын біз кез келген фоторедакторда жинаймыз. Ол мүмкін сізде Базарт болады, мүмкін Pixart болады, ал менде ол студия. Студия приложениесіне кіріп, біз image деген таңдасақ болады, сразу немесе transparent, яғни артында фоны жоқ, PNG форматтағы форматты таңдасақ болады. Одан кейін бізге керек рамканы аламыз. Портрет бола ма, жоқ әлде stories форматы бола ма дегенде инстаграмдағыдай. Соны таңдағаннан кейін all photos деп арасынан осы міне галереяда бағана көшіріп алған барлық картинкамыздан ішінен біреусін таңдап аламыз. Маған осы біреу ұнады. Енді бұның кішкене сапасын көтеру үшін картинканың үстін өзін басып edit дейміз да, астында adjust деген үшінші тұрған кнопканы басып, sharpen дегенді 30-дан 50-ге кішкене бүйтіп, сапасы көтеріледі ғой, қарап отырсаңыздар, осы сапасы көтерілгенге қаратай ползунокты жылжытасыздар. Аяқтан түсін беріп, кішкене более-менее контрастный қылып дегендей, өзіңізге жағымды, көзіңізге жағымды қылатындай жасап алып, птичканы қойып сақтайсыз. Енді келесі қадам осы бағана көшіріп алған смола эффектімізді осының ақ беттің үстіне әкеліп қою. Егер де размері келмей жатса, екі саусақтарыңызбен біріктіріп, былай кішірейтсеңіз болады, дәуітсеңіз болады, тіпті басқаша бұл, мысалға қию керек болса, кішкене прозрачнысын опаситін азайтып, астындағы ақ бет көрініп тұр ғой. Вот соның размерінде қылып қиып аламыз. Яғни ортасына текст көріну керек, мешать етпеу керек дегендей етіп ше. Crop деген кнопканың арасында custom деген бар, яғни осы custom дегенмен осылай керек емес бөлігін қиып алып тастайсыз. Мен басында осылай қиып алып, соңында тағы да үлкейтіп қидым, себебі текстқа мешать етіп атқаннан кейін. Осылай қойып аламыз. Енді қайтадан осы смоланың үстін басып, үстіндегі слойдан мына жақтағы астында элементтерден opacity-ді 100-ге апарып қайтадан қоямыз. Енді келесі кезек біз текст енгіземіз. Астында А деген әріпті басып, текст деген қандай мерейтойға шақыру дейсіз ба, вот сол тексттардың барлығын кезекпен кезек жазып шығамыз. Астындағы color деген элементпенен біз түсін таңдап аламыз. Ол осы картинадағы түстер болу керек, чтобы
быжырмақай болып кетпесін десеңіздер, осы жақтан бір түсті таңдап, плюсик деген батырманы бассаңыздар, астындағы сол түс сақталып қалады. Яғни келесіде ол түсті іздеп жатпайсыз, келесі текст енгізген кезде ше. Осылай астындағы шрифттардың арасынан таңдап аласыз. Менде мынау Champion Strip Pro деген. Бұл шрифттарды сіздерге каналға жазылсаңыздар, мен тегін беремін. Ол үшін мен WhatsApp немесе Instagramға директіме жазсаңыздар болады. Мына жерде Monumento Pro деген шрифт, ол жерде алайық текстің үстінде стильге кірсеңіздер, осылай ортаға қоясыздар. Потом мынау caps дегенге space дегенге барсаңыздар, А деген сөз әріптердің арасын ашады. Ал жанындағы үстіге тұрған стрелка, яғни ползунокты ары бері жылжытсаңыздар, сөздердің аралары ашылатын болады. Яғни міне мынаны солға жылжытсаңыздар, кішкене аралары бүйтіп ашылады. Яғни оқығанға көзге жеңіл болады. Именно осы шрифт пайдалансаңыздар, арасын ашуға мен рекомендую, короче. Потом барлық текст жазып алдым, міне 30 қараша, 55 жас, той иелері дегендей. Бізде картинка кішкене криво тұр, сондықтан барлығын әріп тексттардың үстін белгілеп, rotate дегенге барып 2 градусқа примерно кішкене қисайтамыз. Картинканы да, барлық тексттарды да түгел үстілерін жеке слойға барып, жоғары жақтағы жеке басып, осында 2 градусқа астында rotate 2 градусқа бұрып шығамыз барлығын. Кішкене ерекшелік көзге бір жақсы бір стиль беру үшін 30 қараша дегеннің арасына мен бір сызық сызамын. Ол үшін астында график дегенді басып, basic shapes'тардың арасынан соңына дейін тартсаңыздар, түрлі сызықтар шығады. Соны жіңішкерегін таңдап алып, біз датасының арасына қоямыз. Потом астындағы түстер таңдасаңыздар болады. Қара енді көзге түрпідей тиіп тұр. Оны алмай, мына жақта өзі картинканың өзінен біз түстерді таңдап аламыз. Rotate деп тоже бұнда 2 градусқа бұрамыз. Птичканы басып, келесі жаңағы тексті, нуч деген менен сіздер астыға үстіге, яғни кішкене үлкейеді, сол кезде оңға солға жылжытқанға кішкене оңайырақ болады. Мына жерде нуч деген, нуджема, сол кнопка. Opacity-ін 100-ге апарамыз, наяқтан тент деп, color деп таңдап, наяқтан бізге қажетті бір түсті ала саламыз. Сонымен птичканы басып сақтаймыз. Негізі бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Енді үйде отырып сіздерде осылай табыс көзіне айналдырып ақша таба аласыздар. Енді анау айтқандай үлкен ақша жоқ бұл жерде, бірақ сонда да күнделікті қант тұзыңызды, май шайыңызды ажыратсаңыз да өте жақсы мүмкіндік. Жеке Инстаграмға парақша ашып қойып, продвигация етсеңіз өте жақсы негізінде. Қазақтар тойшыл халықпыз, сондықтан жасаңыздар, мүмкіншіліктеріңіз бар да, осындай тегін ақпараттарды пайдаланып. Келсеңіздер, комментарий қалдыра кетіңіздер, лайк басып, жаңа парақшама тіркеліп алыңыздар. Мінекей осылай жіберген кезде кішкене саусақтарымды үлкейтіп, өздері оқып алатын болады.